Енді сауда комитеті бағаны ұстап тұру үшін арнайы топ құрады. Және топ мүшелері кез келген уақытта дүкендер мен супермаркеттерді тексере алады. Ол үшін тек тұтынушыдан шағым болса болғаны. Ал үкімет бағаны төмендету үшін миллиардтаған қаржы бөлмек. Айта кетейік, соңғы бір айдың өзінде азық-түлік бағасы тарихи өсімге жетті. Наннан бастап күнделік тұтынатын тамақтың барлығы 34%-ға қымбаттаған. Әсіресе көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы шарықтап тұр. Толығырақ әріптесім Мақбота Базарбайдың бейне материалында. Елімізде азық-түлік бағасы соңғы бір айда 13%-ға көтерілген. Мысалы, өсімдік майы 56,1%-ға, дәнді дақылдар 37,3%-ға, сүт өнімдері 23,6%-ға, ал қант 22,6%-ға қымбаттаған. Өсім көрші елдерде де байқалады екен. Ресейде күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасы 18%-ға көтерілсе, Өзбекстанда 14,5%-ға өскен. Әлемдегі геосаяси жағдайдың салдарынан қымбатшылықты Европа елдері сезініпті. Францияда азық-түлік 5,1%-ға қымбаттап, рекорд орнатты. Ал елдегі ахуалдың әзірге тұрақтала қоятын түрі жоқ. Тапқанымыздың барлығын дерлік тамаққа жаратамыз деген халықты баға өсімі қуанта қоймайды. Барлығы қымбат. Сөз жоқ. Өте қымбат барлығы. Қымбатшылыққа мерзімдік факторларды әсер еткен тұрақтандыру қорындағы өнімнің азаюы, коммуналдық төлемдердің көтерілуі, тыңайтқыштардың қымбаттауы, шығындардың артуы тауар бағасына әсер етті дейді сатушылар. Курс жоғарылағанда қымбаттаған, әлі солар қымбатшылықтар сезіледі аздап. Картошка, лук, морковь жаңа ораза шыққанша бағалары қазір көктем кезінде жоғары болады. Ал сауда комитеті бағаны бақылау үшін арнайы топ құрмақ. Енді дүкендер мен супермаркеттер ескертусіз тексерілетін болады. Ол үшін тұтынушы чекпен комитетке келіп, шағымданса болғаны. Онымен қоса үкімет бағаны төмендету үшін бюджеттен қомақты қаражат бөлмек. С 2019 года введено понятие оборотная схема. 2019 жылдан бастап айналым схемасы енгізілді. Бұл қандайда бір кепілдік бере алатын желілерге, супермаркеттерге тек ерекше жағдайда ғана қайтарылатын қаражат ретінде беріледі. Бұл айналым схемасы тұрақтандыру қорына қарағанда әлде қайда жақсы. Қазіргі уақытта қаражат 58 миллиард теңге. Айдың соңына дейін үкімет бұл соманы 140 миллиардқа дейін жеткізуді тапсырды. Енді азық-түлік жәрмеңкелеріне қожалықтар өз өнімдерін белгілі бір рұқсат қағазынсыз шығаруға мүмкіндік алады. Ал орынды жалға беріп отырған базар иелері бақылауға алынады. Айдар Абілдабековтың айтуынша жалға беретін орын бағасын негізсіз көтерген жағдайда комитет алдында жауап береді. Ақбота Базарбай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.